Қайырлы күн, құрметті әріптестер және де осы мектеп лайф жобасына қатысушылар. Үшінші бағыт көшбасшылық және менеджмент бағытындағы видео түсірілім барысындағы барлық іс-әрекеттеріңізге сәттілік тілеймін. Нөмір 1 қазақ жалпы білім беретін орта мектебінде қазіргі таңда бірнеше тың жобалар қолға алынып жұмыс жасауда. Оның дәлелі ретінде Назарбаев зияткерлік мектебі дербес білім беру ұйымының педагогикалық шеберлік орталығының мектеп басқарудағы инновациялық менеджмент тақырыбында курсты аяқтаған болатынбыз. Сол кезеңде мектеп басқаруда бірнеше тың жобаларды ұсынды. Оның ең біріншісі бұл ата-аналармен жұмыстар, екіншісі оқу сапасын жақсарту бағытындағы жұмыстар, үшінші осы іс-әрекет барысындағы сабақты зерттеу бағыттары, соның ішіндегі бір жақсы жоба ретінде бұл lesson study ұсынылған болатын. Әрине, осы жоба барысында толық теориялық біліммен танысқаннан кейін ұжымға ұсындық. Ұжым бұны жақсы қабылдады, бірақ оны жүзеге асыру үшін барлық мұғалім тарту мүмкін болмады. Сондықтан біздер осы жобаны lesson study'ді мектепке енгіздік. Бұл әрине әлемдік деңгейде 2012 жылдан бері осы Қазақстанның барлық мектептерінде қолға алынып келе жатқан жоба. Соны енгізіп, біздер арнайы фокус топтар құрдық. Яғни ол фокус топтардың құрамында 4-5 мұғалімнен құралған, барлығы өзінің пәні бойынша сыни пікір айта алатын, бірін-біріне сыншыл дос бола алатын, және сабақты зерттеу барысында осы lesson study түсініп, болашақта біз басқа да мұғалімдерді осы жобаға тартқан уақытта алып, алдыға қарай локомотив болады деген мақсатты алған болатынбыз. Әрине, ол өзінің жетістігін беріп келе жатыр. Қазіргі таңда мұғалімдер толық осы бағыттар бойынша жұмыс жүргізуде. Бұл жобаны алудағы басты мақсат не? Басты мақсат біздердегі мұғалімдердің сабақ беру барысындағы оқу іс-әрекеттерін зерттеу, баламен арадағы қарым-қатынасын зерттеу, оқушы мен оқушының арасында қарым-қатынас, оқушы мен мұғалімнің арасында қарым-қатынас, сабақ барысындағы кері байланыстар, сабақтың құрылымдарының дұрыс жүргізілуі, мазмұнына сәйкес сабақтардың өтуі, циклді сабақтардың өзінің шешімін табуы. Яғни бір циклдағы бірінші өткізілген сабақта кеткен кемшілік түзеле отырып, екінші сабақта пайдалану, екінші сабақта кеткен кемшілік үшінші сабақта дұрысталып, одан нақты дұрыс шешім қабылдау. Міне осы бағытта жүргізілді. Біз алдымызға үлкен миссия қойдық. Мақсат бөлек, мақсат ол сабақтың құрылымына жету болатын болса, біздің миссия осы алдағы 2-5 жылдың көлемінде осы lesson study жаңағы сабақтарын барлық пән мұғалімдеріне қолжетімді қылу. Яғни барлығы осы бағытта жұмыс жасау. Міне біз сол бағытта қазір жұмыс жүргізіп отырмыз, өзінің нәтижесін де беріп жатыр. Мұғалімдеріміз не үйренді? Яғни бұл жерде өзара тәжірибе алмасу, білім дағдыларын жетілдіру, оқытудың жаңа әдістерінің тиімді тәсілдерін пайдалана білу, бірін-біріне кері байланыс, яғни рефлексия жасау, рефлексиядағы бағалау, бағалаудың балдарды қалай бағалап жатыр, бағаласа не үшін бағалап жатыр, қандай жетістігін бағалап жатыр, жетпей жатса не үшін жетпей жатыр деген секілді бірнеше алдымызға 6 неліктен деген сұрақты қолға алып жасап жатырмыз. Жалпы бұл lesson study бағытындағы барлық біздің жүргізіп отырған іс-әрекеттеріміз қазір ол өзіндік даму үстінде. Оқу жылының аяғында осы қолға алған тың жобамыздың нақты нәтижесін көреміз деген толық сенімдеміз. Lesson study тобындағы, өзгеріс тобындағы барлық әріптестеріме сәттілік тілеймін. Мектебіміздегі жүргізіліп жатқан екінші бір тың жоба деп мен мұны толық сеніммен айта аламын. Себебі былтырғы оқу жылдарында біздерде химия, физика, биология кабинеттері болмаған кезде біздерде лабораториялық жұмыстарда жұмыс жүргізу өте қиынға соқты. Ол кезде біз қандай шешім қабылдадық? Ақтөбе қаласында орналасқан Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің жаралыстану факультетімен біздер келісім шартқа отырдық. Яғни оларда арнайы университеттің жарғысында бағдарлама бар екен. Ол
ауылдық мектептерді қала мектептерімен теңестіру немесе ауыл мектебін осы университеттермен өзінің қамқорлығын. Сол кезеңде мектептегі ең күрделі мәселелер біз онлайн байланыс арқылы шешкен болатынбыз. Кейіннен кабинеттер келгеннен кейін біз алдымызға Жұбановпен арадағы меморандумды өзгерттік. Яғни ол қазіргі таңда балдарымыз осы бізге келген кабинеттердің толық құрамда жұмыс жасауын, олармен тағы да қандай лабораториялық жұмыстарды тереңірек ғылыми бағытта, дарынды оқушылармен жұмыс бағытында, өмірде оны қалай қолдану керек деген тақырыптармен біз әрмен қарай өзіміздің байланысымызды жалғастырып келеміз. Және де біздің мұғалімдер олармен әлі де тығыз байланыста. Негізгі мақсат ауданға қажетті химия, биология пәні мұғалімдері даярлап шығу, соған білім алушылардың қызығушылығын арттыру, ғылыми жоба бағытындағы жұмыстарымызды дамыту, міне осы бағытта жұмыс жүргізіп келеміз. Нәтижесінде көреміз деген ойдамыз. Бұл жобаны да біз мектептегі бір тың жобалардың бірі ретінде атап өткім келеді. Тағы үшінші бағыт бойынша осы біздің мектептегі тың жобалардың бірі деп айтуға болады. Бірақ бұл бастамас бұрын Ырғыз аудандық білім бөліміне өзім алғысымды білдіргім келеді. Себебі нөмір 1 қазақ жалпы білім беретін орта мектебі жетекші мектеп ретінде жұмыс жасап келеді. Әрине, қоғамда мектептерге көшбасшы болып, өз тәжірибемізді таратып, мұғалімдердің тәжірибесін әріптестермен бөлісіп жатсақ, ол біздер үшін қуаныш. Дегенмен де Құмтоғай ауылдық округіне қарайтын Құмтоғай жалпы білім беретін орта мектебі, Қарасай негізгі орта мектебі, Қарақұдық негізгі орта мектебінің көшбасшы директорларына мен алғысымды айтқым келеді. Осы жобаны қолға алғаннан бері біз ол мектептермен, яғни серіктес мектептермен үнемі тығыз байланыстамыз. Ондағы мақсат мұғалімдердің өзара сабақ беру барысындағы тәжірибе алмасуы, мұғалімдердің сабақ берудегі әдіс тәсілдерді тиімді қолдануы, жаңаша технологиямен жұмыс жасау, ақпараттық цифрлық замандағы қазір заманауи өзіміздің білімімізді жаңашылдықпен көрсете алу, түрлі құжаттама бөлімінде, соның ішіндегі базалар қазіргі e-портфолио, күнделік KZ, НОБД базалары деген секілді біздер өзара тәжірибе алмасу барысында осы жетекші мектептің серіктес мектептер ретінде жұмыс жасап келеміз. Қазіргі таңда осы мектептермен тығыз семинарлар ұйымдастырылуда, оған біздің әріптестер барып қатысуда. Біз не көрдік? Біз ауыл мектептеріндегі ол өзара ондай қатты алшақтық жоқ. Яғни сіздерде болып жатқан сабақтар барысындағы атқарылған жұмыстар осы жетекші мектептерде өтіп жатқанын көрдік. Материальный техникалық базаға байланысты да біздер өзара тығыз қарым-қатынас жасап келеміз. Яғни біздегі бар мүмкіндіктерді осы серіктес мектептер бірге қолдану, олардың да білім алушылары осымен жұмыс жасау туралы қазір алдыға мақсаттар қойып отырмыз. Ол да біртіндеп жүзеге асып келеді. Міне алдағы мамыр айында біз аудандық семинар ұйымдастырып, осы серіктес мектептердің мұғалімдері мен жетекші мектептің мұғалімдерінің арасындағы педагогикалық тың идеялар жұмысын ұйымдастырғалы отырмыз. Баршаңызға осы мектеп лайв жобасы аясындағы көшбасшылық және менеджмент бағытында атқарып жатқан жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Барлық қатысушыларға да сәтті болсын деймін барлығына.